صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. السلام عليكم. Hoş geldiniz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Maşallah. سيدي. Hoş geldiniz. كيف حالكم؟ عليكم السلام. كيف أنتم بخير؟ أهلا وسهلا بالسادة. أهلا فاشكن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سيد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بالسادة آل بيت رسول الله، السادة الأشراف الحسيني، سلالة الإمام موسى الكاظم، سلالة ابنه إبراهيم المرتضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hürmetli ağayın tuğuslar, Құдай қаласа ұзақ уақыттан бері күткен вақиға ниетімізге жетіп отырмыз. Біздің ниетіміз осы сейіттер әулетін біріктіріп, басымызды қосып, өзіміздің келіп шығу ұрпағымызды, нәсілімізді білу мақсатта ата-бабаларымыз өз қол жазбаларын араб әліппесінде, қазіргі күнде кирилл әліппесінде қалдырып кетіп отыр. Біз сол мәліметтерге қарап, асастанып кітап шығарып отырмыз. Өзіміздің әулетімізді, сейіт әулеттері, иншалла Мұхаммед Хазіреті Али разиаллаху анху, оның екінші ұлы, үшінші имам болған Хусейн разиаллаху анху, оның баласы Әл-Асқар Зайнал-Абдин, әне осылай төменге қарап шежіре келе береді. Қазіргі күнге дейін иншалла бұл кісілердің нәсілдері, өшпеген нәсілдері давам етіп келе жатыр. Біздер өзімізге тиісті болған шежіре кітапты шығардық. Осындай көріністе безек бердік. Бұның да өзіне жараса түсініктері бар. Яғни көп мұсылмандарға аян осындай жасыл реңде сәллесі, пешенесіне нұр, кейінгі қазіргі күнде осындай нұрды келешекке шашып тұрған қасиетті көріністі көрсетіп. Сейіттер әулетінің Сағожа ұрпақтары, Шахожа. Енді біздер сейіттер әулеті мына тарап ілдізі, тал ілдізіне сияқты тарқап кетеді, көп жерде бар. Біздерде осы Өзбекстан, Қазақстан елінде жасайтын сейіт әулетінің Шахожа ұрпақтары бар. Біздер әр қожалар деп аталып, қазіргі Орта Азияда қожалар деп аталады. Әне сол қожалардың ішінде біздер Сағожа деген өзіміздің бабамызды көрсете өтіп кеттік. Себебі сейіт ұрпағының сол Шахожа ұрпақтарына біз қатысты жеріміз бар, әрі сол кісіден біз тараймыз. Соған асастанып біз мына шежіре кітабымызды шығарғанбыз. Шежіре кітабымызда мына көріністерді беріп өткенбіз. Бұл жерде шығарған, жазған аты есімі түзел көрсетіліп кеткен. Бұл кітапты 3 бөлімге бөлдім мен. Бірінші бөлімде шежіре турасында әңгіме кетіп жатыр. Әрі түбіміз қайда барады, қай жерге тақаламыз, біздің тегіміз кім, ата-бабаларымыз кім болған деген ізденіске, түсінікке асастанып, біз шежіремізді осы дүниеге алып шығып келіп отырмыз. Кітап көрінісінде. Не Құда қаласа шежіре турасында сөз кетіп жатыр. Кейінгі мәселе Құда қаласа мына жазба ретінде де көрсетіп кеткенбіз. Кім-кімнен тарқап кететін, туылған жылы, қаза болған жылдарына дейін
Одан кейін біздер осы шежіремізді сызба көрінісінде, график ретінде көрсетіп кетіп жатырмыз. Мына жазба ретінде кім қалай кетіп жатыр, кімнен кейін нешінші бабаларымыз. Бүт бары так атты эмесименен түшүрүлүптүр. Так түшүрүлүптүр. Мына осы жазба көрінісін біздер график ретінде көрсетіп кеткенбіз, сызба ретінде. Былай мына төбеден Абдул-Мутталиб бабамыздан, мына Мұхаммед алейхиссалам бабамыздан Хазіреті Али, әйелі, одан кейінгі ұрпақтары, туылған жылдарын. Біздер мына екінші имам Мұса әл-Казимнің үшінші баласы Сайд Ибрахим Резадан тараймыз. Әні осы Сайд Ибрахим төмендегі Сайд Шамсуддин Мұхаммад разиаллаху анху бабамыз турасында әңгіме айтып өтуіміз қажет. Мына журнал 22-ші жылы шыққан. Бұл журнал менің қолыма былайынша төсеттен дейді ғой, төсеттен түскен. Себебі менің әйелім, жұбайым іс орнында көптеген кітап, журналдар болған, газеттер болған. Соң ісханасының бастықтары тастап макулатураға тапсырып беріңдер дегенде, Алланың кереметімен менің әйелімнің қолы осы журналға тиіп, осы журналды көтеріп алады. Осы көтеріп алып, ішін оқығанда Сейд әулеті турасында, кімдір турасында мәлімет оқиды. Бірақ ол өзі түсінбейді. Мен сол кездері шежіремен айналысып, шежіре түзіп жүрген күйеуіне алып кеп береді. Оның ішіндегі мәліметтерді оқысақ, мына кісі өзіміздің бабамыз Сайд Шамсуддин Мұхаммад турасында мәліметтер болған екен. Әні бабамыз турасында мәліметтерді тапқаннан біз өте қуанышты болдық. Қуандық. Ол кісі Хорезм шахында Бұхара ел 1211 жылы дүниеге келіп, жасы ұлғайып, Қытай еліне барып, сол жақта үлкен істерді атқарады. Қытай еліндегі шөл, таулы жерлерге су тартады, ирригациямен айналысады. Юньян провинциясында көптеген медресе, көптеген мешіт құрады өзінің қаражатынан. Бұл кісі өте көп кереметті істерді амалға асырады. Сол кездерде бұл кісінің қолында да Әли ибн Абу Талиб турасында мәліметтер көрсетіліп кетеді. Қазіргі күнге дейін бұл кісінің ұрпақтары өте көп. Біздер мына жерде көрсетілген үлкен баласы Насыриддин. Бұл кісінің 5 баласы болады. Біздер осы Насыриддин деген үлкен баласы Насыриддин осы кісіден біз тарқап кетеміз. Ал енді бұл Шамсиддин бабамыз турасындағы басқа балаларының ұрпақтары қазіргі күнге де Қытайда жасайды. Олардың бірі мына жерде үкімет жағынан шығарылған журналда ЖНХ, яғни бір Қытай армиясындағы адмирал лауазымында қызмет ететін. Және одан басқа оқымысты Юсуф Маджу деген әулеттері қазіргі күнге дейін өмір сүріп келеді. Енді мына өзіміздің шежіреге қайтатын болсақ, Сайд Шамсуддин бабамыздың, оның тұңғыш ұлы Сайд Насриддин. Әне сол Насриддин бабамыздан пәске түсіп келеміз өзіміздің шежіремізді. Сайд Мұртаза деген кісінің 5 баласы болған. Ол үлкен баласы Шах Қожа. Бұл жерде Қазақстан елінде, қазақ тілінде ол кісіні Сақ Қожа деп жүрді. Солай аталып жүріледі халық арасында. Енді сол Сақ Қожа бабамыздың баласы Назар Сейд, Базар Сейд, Мұхаммад Сайд Азим, Мұхаммад Сайд Азимнен 2 ұл, Сайд Мұхаммад, қазақ тілінде Сейд Бенбет, қазақ елі халқы арасында, Әл Мұхаммад Сейзады.
Сәйд Мұхаммедтің 5 ұлы болады. Осы 5 ұлының мен 4-ші Абдал Қожа. Абдал Қожаның Қадыр Қожа. Қадыр Қожадан менің бабам мынау Әлімбет, кейінгі бабам Есжан, мынау менің әкем Амырхан, мынау қазір мен өзім отырған мынау мен Нұридин. Мынау менің балам Нұрсейд. Мынау менің алдымда отырған мына кісі ағайынды туысқан Үдай аты, әкесі Абдусаттар, бабасы Абдурайым. Бұл кісіменен бір 4-ші баба Абдал Қожаға барып тақаламыз. Мына жанымызда отырған Бақыт деген жігіт, осы Әл-Мұхаммед Сейзада деген жаңағыдай Сейд Мұхаммедтің інісі. Содан 6 бала. 6 баланың Сейд Жақпар деген баласынан осылай шежіре тарқап келе береді. Мұна Кенебай бабасы, Шыныбек бабасы, атасы. Қазір күнде Файзілда әкесі. Мұна Бақытжан деген бала осы. Мұна шежіре бойынша тұр. Әкесі Файзілда, атасы Шыныбек, бабасы Кенебай. Осылай шежіре бойынша төбеге шығып кете беріп, бәріміз осы Сағожаға барып тақаламыз. Енді бұл шежіремізде көрсетіліп кететін кейінгі Сейітзаданың кейінгі балаларынан тарайтын адамдардың есімі көрсетілген. Мына қазір айтқандай Сейіт Жақпар, Қапан Қожа неме 6 баласы. 6-шы баласының ұрпақтары да көрсетіліп кеткен. 2-ші баласының, 3-ші, 4-ші баласының, мына Жапан Қожадан 5-ші баладан ұрпақ жоқ. 6-шы баласының несі көрсетіліп кетеді. Одан кейінгі шежірелеріміз реттеліп, қазіргі күнге дейін қай жерде Сағожалар боладыған болса, солардың бәрін жиып, басын қосып, қолындағы мәліметтерге асастанып біздер шежіре кітабын түздік. Осыменен қазіргі күнге дейін жасап отқан азаматтардың барлығы аты жөні көрсетілген. Ата бабалары, олардың тақалып қай жерге барып тақалатыны, Сейіт әулеттілігіне екені осы жерде көрсетіліп кеткенбіз. 2-ші бөлімімізде осы аталарымыздың, бабаларымыздың Ұлы Отан соғысқа қатысқан турысындағы мәліметтер, олардың туған жылы, қай жерде соғыста қатысқан, қандай керемет көрсеткен, кім қаза тапқан, кім марапатталған, осы дәлелдеуші құжаттарында көрсетіп кеткенбіз шежіре кітабымызда. Ұлы Отан соғысына қатынасып, көпшіліктері түрлі орден, медалдармен марапатталған. Менің бабам Есжан бабамыз. Ұрысқа кетіп, сол жақта қаза болған 42-ші жылы. Пірше атамыз, бұл кісі де соғысқа қатысып, аман-есен оралып, перзенттері қазіргі күнге дейін бар. Шыныбек бабамыз, қазіргі Бақытжанның бабасы Шыныбек Кенебайұлы. 1905 жылы туылған. Ұлы Отан соғысында осы кісі турасында қысқаша әңгіме айтып өту жөн. Себебі бұл кісі Ұлы Отан соғысына қатысқанда шинелі, сыртқы киімі шинелінен 3-4 жерінен оқ тиіп, шинелін тескен болады. Бірақ Алланың кереметін қарасаңыздаршы, бұл кісі тірі қалап, денесінен оқ өтпейді. Біздер қазіргі күнге дейін, кешегі 1980 жылға дейін бұл кісінің үйінде сол шинелі ілінулі болған. Мына Бақыттың анасы бұл кісінің келіні болған. Сол кісілер қазіргі көзі тірісінде де біздерге сол кереметті уақиғаларды біздерге айтып, әңгімелеп берген. Бұл Құдайдың көрсеткен күшті керемет. Бұл кісі де Самайдын атамыз Ұлы Отан соғысына қатысқан. Қазіргі күнде Өзбекстан елінде
Taşkent облысында Koca Ауыл дейтін ауыл бар. Ән сол жердегі мазаратында қабірі жайласқан. Үмиян ата бұл жаңалдегі мұны Самайдың атаменем ағалы інілінің балалары. Шежіреде әркімнің келіп шыққан несі көрсетіліп, айтылып кетілген. Енді үшінші бөлімге келетін болсақ, қазіргі күнде мына аттары, есімдері жазылған адамдар, мына көпшілік, бұлар кім екен деп қайран болмастығы үшін біздер дәлелдеме есебінде көрінісін, әрбір шежіредегі көрсеткен аттарды көрінісін беріп кеткенбіз. Яғни мына Қалсейіт Алтайұлы, ол нешінші жыл туылған, нешінші жыл қаза болған, оның неше баласы бар, неше ұл қыз перзенттері бар. Бірақ біздер шежіремізді тек қана ұл перзенттерді көрсетіп, ұл перзенттерден шежіремізді тартып отырмыз. Енді аналарымызға құрмет есебінде аналарымыздың суретін көрсетіп отырмыз шежіремізде. Балалар әрбір отбасының баласы, небересі, үлкен мамалары, жұбайлары көрсетіліп кеткен бәрі. Яғни келешекте осы жастарымыз білсін, көрсін бабаларының аты жөні, қылған кереметтерін, олар турасында қысқаша баяндап өткенбіз. Міне осындай көріністе 3 бөлімге бөліп шежірені көрсетіп кеткенбіз. Ақырына дейін әдемі қазіргі күнде жасап жатқан сағожалар ұрпақтары. Осы кітапты мен ниет қылып Бішкек қаласына, Қырғыз еліне келіп, осы ініміз өте күшті үлкен жұмыстарды атқарып, Сейіттердің басын қосып отырған екен, өзім жазған шежіремді Сейіт Омар ініме тапсырмақшымын. Естелік ретінде. Maşallah. Birinchiden hoş geldiniz. Bizden Kırgızstan'a. Biz ayabay kuvandıq, ayabay süyündük inşallah. Bu mehnetiniz inşallah kılımдар boyu tarixte kala turgan bir ulu mehnet, ulu işler bular. Sizden ayabay razı olduk, ayabay mehnetinizge biz rahmat, razıçılık bildirmekçiyiz inşallah. Oşunu şu sayitler merkezi sayitlerden atından inşallah kabul kılıp koyasız. Bismillah. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Allah razı olsun. Hoş geldiniz inşallah. Hoş geldiniz Tarık. في كتب العرب عندنا معلومة إن شاء الله سنضعها في الفيديو، سأرسلها إلى المخرج. ذكرت أن أحد سلالة إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم حفيد الإمام الحسين، سلالته انتقلت إلى ترمز في أوزبكستان. هذه المعلومات التي ذكرها السيد نور الدين خوجة تؤيد ذلك. هؤلاء سلالة إبراهيم المرتضى يقال لهم خوجة، هكذا إن شاء الله سترونها في الفيديو إن شاء الله. وهذه الشجرة قديمة جدا، يعني الكتابة التي فيها كلها تثبت ذلك. شمس الدين خوجة، كل هؤلاء خوجة. شمس الدين هؤلاء كلهم خوجة. خوجة الذين مذكورين بأنهم انتقلوا إلى ترمز، إلى أوزبكستان، إلى وسط آسيا. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظهم، يبارك فيهم، ويكثر السلالة النبوية
الهاشمية. جزاه الله خير على ما فعل من جهد جبار حقيقة في إثبات السلالة هذه، سلالة شاه خوجة المنتشرة في طاشكند وفي أوزبكستان وفي كازاخستان، منتشرة أيضا في الصين، من سلالة السيد محمد شمس الدين البخاري الحسيني الموسوي الكاظمي الجعفري الباقري زين العابدين الحسيني، المنتشرين في هذه الدول. وهذه الوثائق موجودة أمامكم، تستطيعون الاستمتاع بهذا التاريخ العظيم للسادة الأشراف الخوجة الموسويون، سلالة شاه خوجة الموسويون، سلالة إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم، سلام الله عليهم أجمعين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوكم الدكتور السيد عبد الرزاق بن سيد أسعد الله بن سيد عبد الرؤوف الحسيني الشريف، نقيب السادة الأشراف في مكة المكرمة، رئيس لجنة تحقيق الأنساب في نقابة السادة الأشراف ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في العالم في وسط آسيا، ونقيب السادة الأشراف في وسط آسيا السيد عمر الحسيني الشريف، والسيد نور الدين خوجة، والسيد هداية خوجة، والسيد بهجت خوجة الحسيني الشريف. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bul Said Şamşuddin bizden ameki babalarımızdan Allah Taalam rahmatını alsın, ahiretini abat kılsın. Bul kişi Saidlerden sıyımı katarı bolğan bir kişiler. Bul kişinin jasagan işleri, kılgan jumuşları bugünkü күнгө чейин ар дайым ушундай биринчиден Кудай Таалам тарабынан, экинчиден эл тарабынан ар дайым бааланып келет. Бул киши белгилүү болгон ошо кошуна өлкө Кытай Республикасында өтө чоң жогорку иштерди жасаган бул киши. Бул кишинин эмгектерин атап кете турган болсок, 15 мечит Кытайдын өзүндө 15 мечит жана медреселерди кылды. Жана исламдын эң тунук, эң жакшы жерлерин ошол Кытай элине көрсөтүп, мына ушундай бир чоң иштерди жасады. Эми бул кошуна өлкө Кытай Республикасы бул кишинин иштерин баалап, ар дайым ушундай гезит беттеринде, журнал беттеринде эстеп турат экен. Муну көрсөңүздөр болот. Кытай Республикасынын лидери Си Цзиньпин өзү бул кишинин жасаган иштерин баалап, бул кишинин атына эстеликтер тургузулган Кытай элинде. Мына ушул кишинин бүгүн балдары, урук тукумдары бүгүн мына биздин Кыргызстанга келип, мына туугандашып, бүгүн ушундай болуп бир столдун үстүндө отурабыз. Бул чоң ийгилик, чоң бир биз үчүн иншалла жакшылыктар болсун. Кош келдиңиздер. Кош келдиңиздер. Биздер осы Саидтер әулеті тиісті әулет боламыз. Қырғызстанда Бишкек қаласында Саид Омар ініміз Саид орталығы үйіні ашқанынан хабар таптық. Ол кісіні YouTube каналында көп көрдік, іздендік, әрдайым көріп барамыз. Оның алып бар жатқан жұмыстары өте әдемі, керемет. Біздерде құтты сондай ниеттеріміз бар еді. Саид Омар ініміз Құдай қаласа мені ақ ниетпенен жұмыстарын бастаған екен. Жолын берсін, иншалла ақыраты жақсы болсын. Саидтер әулеттерінің басын қосып біріктіріп отыр. Шежірелерімізді тексеріп отыр. Шежірелерімізді мені Құдай қаласа алып келдік. Біз өзіміз Өзбекстан елінен Ташкент қаласы, мен өзім Ташкент қаласынан келдім. Өзіммен бірге еріп келген уәкілдер Ташкент облысында. Сейіт әулеті,
Сағожа, Шағожа ұрпақтарымыз. Ол кісінің ұрпақтары Өзбекстанда, Қазақстанда өте көп. Олардың барлығының аты жөнін көрсетіп, шежіреде тіктеп кеткенбіз. Бабаларымыздың бәрі бір Сағожа. Енді Шағожа бабамыздың Сағожа деп қазақ тілінде, жайдары тілінде Сағожа деп айтылады. Өзі парыз тілінен алынғанда Шағожа деп айтылады ол кісінің есімі. Жоғарысына көтерілетін болсақ, шежіре бойынша жаңа Сайд Омар ініміз шежіре бойынша, журнал бойынша әңгімелеп кетті. Сол жерде Сайд Мұхаммед Шамсуддин бабамыз турасында мәлімет, яғни Қытай еліне барып, Юньнань провинциясында үлкен қызметтерді көрсетіп, ол жерде өз қаражатынан көптеген медресе, өзінің қаражатынан көптеген мешіттер ашқан, мұсылман дінін орнатқан, иншалла мұсылман дінінен сабақ берген. Бұл күнге дейін ол кісінің мәліметтері біздің қолымызда жоқ еді. Иншалла осы журнал арқасында біз таптық, ізденістік. Құдайға шүкір, оның алып барған жұмыстары өте керемет. Біз қуаныштамыз. Сол кісі турасында шежіремізде мәлімет қылып көрсетіп кеткенбіз. Біз Сайд Мұхаммед Шамсуддин бабамыздың жоғарысына көтерілетін болсақ, шежіре бойынша Сайд Ибрахим Ризо, Мұса әл-Казимнің баласы, мысалы үшінші перзенті. Мұса әл-Казим разиаллаху анху тұңғыш ұлы Әли ар-Ризо. Міне қазір Арабстаннан келген уәкіл ағамызбенен көрістік, өте қуаныштамыз, басымыз көкке жетті. Әли ар-Ризаның Хусейн деген інісі бар. Ол Хусейн деген інісінен кейін Сайд Ибрахим Ризо деген інісі бар. Әне сол Сайд Ибрахимнан біздің шежіре тарайды. Түбіміз бәрі бір. Сайдтер әулеті, Мұхаммед алейхиссалам пайғамбарымыздың разиаллаху анху биби Фатима анамыздан, разиаллаху анху Хазіреті Әлі бабамыздан тарқаватқан ұрпақ. Олардың перзенттері Хусейн разиаллаху анху бабамыздан тарқаватқан ұрпақтар сейіттер аталады. Әне сол сейіттердің ішіндегі, яғни төменгі қазіргі жаққа келе жатып, бабаларының көрсеткен қызмет кереметтеріне сәйкес бөлініп жатыр. Шежіре өзі әсілде сондай нәрсе. Мысалы, бір шалдың 5 баласы болатын болса, сол 5 баласының әрбір көрсеткен өнері, қызметі, кереметі не қарап, аты жөнін айтып бөлініп кете берген. Бірақ түбіміз бір, Сайд. Ал біз сол кісі Сағожа, Шағожа дейді, сол Шағожа әулетіненбіз. السيد الشريف نور الدين ابن أمير خان خوجة الموسوي الحسيني الشريف. هذه البطاقة، بطاقة النسب الشريف، حيث أن أحضر لنا مشجرته. هذا الكتاب الذي أحضره في الفيديو، هذا الكتاب موجود مشجرته فيها نسبه إلى السيد محمد شمس الدين من سلالة إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم حفيد الإمام الحسين حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السيد إداي ابن عبد الستار ابن عبد الرحيم خوجة الموسوي الحسيني الشريف، ابن عمهم. أيضا السيد بخيت جان ابن فيض الله ابن شينبك خوجة الموسوي الحسيني الشريف. Үлкен рахмет. Міне Құда қаласа неше жылдан бері әуес қылған, ниет қылған ниеттерімізге, ақ ниеттерімізге Алла Тағала өзі нәсіп қылып жеткізді. Ағамызға рахмет. Сауд Арабстаннан, Мекке қаласынан келіп отырған сейіттер орталығын ұйымдастырып,
Seyit Omar inimizge rahmet. Bişkek kalasında Seyitler Uyü ortalığın uyumdastırılıp oturgandığı üçün ne Kuda kalasa öz şejirimizde kollarına tapsırıp, teksirtirip, kuvelik alıp oturmuz. Öte kuvanıştımız. Basımız kökке jetti, basımız aspanға jetti. Barşa Seyitlerde kollarında бар болған шежірелер менен осы жерге келіңіздер. Бишкек қаласына, Қырғызстан Республикасы, Сейит Омар інімізге Сейиттер үйі осы Бишкек қаласында орналасқан. Мына туысымыз ағамызға Сейит әулетіміз бір. İnşallah басымыз көбейе берсін. Разы болыңыздар. Рахмет. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah baraka versin. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى showed me right